балаларга сапалы, пайдалы казакча мультфильмдердин жиі шыққанын қаласаңыз, арнамызға жазыла кетиңиз. Сен де соны ойлап тұрсың, я? Не болып жатыр өзі? Жарайды, Теодор, тыңда, бірақ қорықпа, жарай ма? Айтайын дегенім, менің ойымша, Теддиді біреу ұрлап кеткенге ұқсайды. Өкінішке орай. Ой, қап, қорқып кетті. Иә, қатты қорқып кетті. Иә, ақшамның бәрі түгел сияқты. Өзіңе қалай алғыс айтарымды білмеймін. Бұл мен үшін және отбасым үшін өте маңызды. Қарсы болмасаң саған коктейль әперсем деймін. Қалай қарайсың? Қарсы болмаймын, мырза. Біз Тедди екеуміз коктейльді сондай жақсы көретінбіз. Иә. Балалар, маған не істейсіңдер? Әлгі жігітті іздеп табыңыз. Теодорға Теддиді қайтарып берсін. Міне, қараңыз. Көрдіңіз бе? Ойындағаны сонша, басында бір тал шаш қалмады. Кешіріңдер балалар, ол сендермен хабарласпайынша, мен ештеңе істей алмаймын. Бұл сол жігіт. Ол есімін Лайл деп айтты. Менде саған керек нәрсе, ал сенде маған қажет нәрсе бар. Егер кішкентай қонжығыңды қайтарып алғың келсе, айтқанымның бәрін бұлжытпай орындайтын бол. Менің мектеп ауласында Тутұғырдың қасында сағат 3-тен 45 минут кеткенде күт. Менің сөмкемді алып кел. Тыңдаңыз мені, Теддидің жағдайын білмейінше айтқандарыңызды орындамаймын. Оның даусын естігім келеді. Түсінесіз бе? Ал керек болса, әзілің бе? Жақсы, жарайды. Естисің. Сен менің ең жақын досымсың. Сен де менің ең жақын досымсың, Тедди. Тутұғырдың қасында сағат 3-тен 45 кеткенде күтетін бол. Келмейтін болсаң, бұдан бұлай досыңды көрмейсің. Енді іске кірісетін шығармыз. Енді іске кірісеміз. Дұрыстаптың да, менде сұрақтардың тізімі бар. Эй, Элвин, бер қара. Бұл әзіл емес, түсіндің бе? Менде келіссөз жүргізетін сұрақтар бар, оны саған оқып тұрам. Сен тек сол сұрақтарды ғана сұрайсың, түсінікті ме? Қане, маған қара. Қане, қара. Я, түсіндім. Тыңда, мен ойыншық қонжық үшін келіссөз жүргізетінімізді айтқан жоқпын. Білдің бе? Оны айтсам, беделмен ұқсан келеді. Қандай да бір қауіпті жағдай туындайтын болса, апам қызғылт белдемше киеді деп айт. Түсінікті ме? Апам қызғылт белдемше киеді. Апам қызғылт белдемше киеді. Бұл сөзді әңгіме арасында айту қиынға соғады. Ал жарайды, сенде оңайырақ сөз бар ма? Мұрныңызда бірдеңе тұр. Солай ма? Қайда? Жоқ, мен осы сөз айтам. Мұрныңызда бірдеңе тұр дейін. Кетті ме? Енді кетті ме? Мұрныңызда ештеңе жоқ, түсінесіз бе? Бұл арнайы белгі беретін сөз. Жақсы, түсіндім. Бұл не? Стақандағы құлпынай коктейлі, оны маған Рэндалл мырза берді. Теодор, стақанды ол жерге қойма. Бұл бақылау аспабы өте қымбат тұрады. Саймон, осы уақытқа дейін бірдеңе төгіп шашып бедім. Есіңе салайын ба? Осынша ебедейсіз болар недің айбалақай сен. Төңкеріп шашып жүресің жолыңдағы заттың бәрін. Абай болшы балақай, асықпа шаттықта. Уақыт кетпейді білемін, алайда асықпа бала. Тәтіпті бол, әдеттен озба, арманыңа асықпа, бәрі болар сәтімен. Асықпашы балақай, ұшқалақ болма бала. Оқысын ол жасамай, мұқият болсаң қалмайсың ятқа. Қолаға сөзіме, қайталап айтам саған. Асықпашы балақай, ұшқалақ болма бала. Оқысын ол жасамай, мұқият болсаң қалмайсың ятқа. Ол бұрын болған, мен кейінгі уақыт айтам. Мұның бәрі кеше болды. Саймон, не істеп жатқанымды қара. Құлатып ала жастадым. Теодор, жетер енді. Қара, қазір құлайды. Мен әзілдеп тұрған жоқпын. Жақсы, ең бастысы, оның ақшаны ұрлап алғанын мойындатуға тырыс, түсіндің бе? Түсіндім. Есіңде болсын, өзіңді байсал тұста. Білем. Тексеру. Мен естіп тұрсың ба? Иә, жақсы естіп тұрмын, Элвин. Өйткені сен менің дәл жанымда тұрсың. Иә. Тутұғырға қарай бара жатырмын. Мені естіп тұрсыңдар ма? Жақсы естіп тұрмыз. Сіз Лайлсыз ба? Лайл. Жоқ, Саймон, итті қуып жібер. Қазір басқа камера қояйын. Ал сен Элвинге сұрақтарды оқисың. Оқу білесің ғой, иә? Білесің бе жоқ па? Иә, әрине, оқу білем. Жақсы, тек жазылған сұрақтарды оқитын бол. Түсінікті ме? Иә, бәрін түсіндім.
сөмкені әкелдің бе? Несіне асығамыз? Мұндай іспен айналысқан кезде кіммен мәміле жасайтынды білуім керек. Сізге бірнеше сұрақ қойсам деймін. Қазір сізге сұрақ қояйын. Дәл қазір. Сұрақ қоям. Елвин, одан сұраш, ол әлгі нені коктейль ішкенді ұнатам екен. Сіз коктейль ішкенді ұнатасыз ба? Не? Оны қайтайын деп едің? Қатаң бол, сұрағыма жауап беріңіз. Иә? Оны кім ұнатпайды дейсің? Ей, бұл жерде мен сұрақ қоятын. Тыныш, естідің бе? Тиіндер ғой. Ала апа, қазір қолым бос емес, кейін хабарласам. Мені мүлде керек қылмайсың. Сізге қарсы келген жоқпын, іш киімім бар, сатып алмай қойыңыз, жарай ма? Енді ол қандай балмұздақтан коктейль жасағанды жақсы көреді екен, соны сұра. Әзілдеп тұрсың ба? Кіммен сөйлесіп тұрсың? Дауыстар, басымдағы дауыстар. Басыма түрлі ой келіп дауыстар естіледі. Олар маған неше түрлі сөздер айтады. Иә. Мысалға? Мысалға, егер сұраққа жауап бермесеңіз қатты ашуланбайды. Сонымен, қандай балмұздақтан коктейль жасағанды ұнатасыз? Кофе. Мен кофе ішкенді ұнатам, түсіндің бе? Бері қара, балақай. Менің шыдамым тозылды. Саған не болды? Тағы да әлгі ақымақ дауыстар ғой. Маған көліктердің, динозаврлардың суреті бар, іш киімнің қажеті жоқ, керек болса қалаған іш киімді өзім сатып алам. Бәрібір сатып алам. Жарайды, ақыл сатып алсаңыз, ракетаның суреті барын алыңызшы. Тыңда, балақай. Қайдағы бір ақылға сыймайтын сұрақтарға жауап беретін уақытым жоқ. Басындағы дауыстар белгі береді. Басындағы дауыстар коктейль тәтті қосам ба жоқ па оны білгісі келе ме? Жауап берсеңізші. Кейде қосам. Енді айырбас жасай аламыз ба? Шоколад па басқа тәтті ме? Сұра. Шоколад па әлде басқа тәттілер ме? Қазір басыңды жұлып алам. Жауап бер. Менің алған заттарым сенде бар ма жоқ па? Ол қырандылды тонау үшін бір апта дайындалған болатынмын. Ал енді маған ақшамды қайтар. Апамның қызғылт белдемше мұрны бар. Апамның қызғылт мұрны бар. Апа, кетуің керек. Сен өзімен бірге алып кетем, ақмақала қоржын. Қане жаның барда жібер ағамды. Сен кімсің? Достарым мені ұстара деп атайды. Дегенмен, бәрің жарадыңдар достар. Міне, тағы бір тапсырманы тамаша орындап шықтық. Ана битті ұстаңдар! Фильмнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы. Балаларға сапалы, пайдалы қазақша мультфильмдердің жиі шыққанын қаласаңыз, арнамызға жазыла кетіңіз.